Жалпы енді біз былай бастайық әңгімемізді. Өздеріңді енді қонақсыңдар ғой, мысалы көріп отқан адамдарға өздеріңді 3 сөзбен таныстырып кетсеңдер. 3 сөзбен. Мысалы сен бастасай таныстыр. Мен өзімді ма? Әдемі, харизматичный, ақшасы көп. Тырай. Қайсысы өтірік болды? Көңілді, всегда көңілді. Актриса, гример. Көңілді актриса, гример, нормально. Көңілді актриса, гример. Зәуре. Қызылордалық, актриса, бизнес-леди. Бизнес-леди. Өздері жасап. Жөн негізі қыздарға кәсіп күшті ғой, жарасады ғой. Қазір негізі көріп отырсаң, қыздар көп кәсіппен айналысады. Кәдімгі жұмыстан тыс біреу Wildberries, біреу там маркетплейстер жақсы болды қыздарға. Kaspi Pay деп қарауды негізі көп да. Онлайн магазин. Мен косметикамен айналысамын. Инстаграмнан көріп жүрсіздер ғой деп сізді подписчиктерім айтайын десе. Айтып қойсам болады, қандай косметика екен? Кореялық, қазақстандық бренд, бірақ заводы Корея мен Японияда. Қазақстанның әйелдеріне, жалпы Қазақстанның тұрғындарының өмір сүру салтына, біздің климатымызға, біз мысалы ет жейміз, тәтті жейміз, ұйқыны жақсы көреміз деген сияқты. Сондай өмір сүру салтымызға арнайы жасалған, тексеріліп 2018-ден бастап жұмыс жасайды. Мен официальный партнермын. Қостанай қаласындағы пока что. Сондай аты Q-Line деген бренд. Менің инстаграмым, бизнес аккаунтым, бренд косметик КСТ. Бренд косметик КСТ, астында инстаграм шығарып қоямыз. Вообще негізі қыздардың осындай немен айналысқаны қазір тренд қой. Жалпы кәсіппен без разница қандай болса да, мысалы. Өздерін қалай ойлайсыңдар? Негізі андай ғой бізде дейтін қазақша, ой, қыз бала дейтін жаңағы ошақтың қасын, қазанның басын ұстаса деген секілді. Бірақ қазір бұндай тенденция көп та. Көп қыздар бар мысалы. Өздерің вообще қалай ойлайсыңдар бұл тұрғыда? Негізгі қазіргі заманнан алатын болсақ, білмеймін, менің өз ойым, өйткені қазір мен мысалға қазіргі таңда бойдақ қызбын, например, өзім ақшам өзіме жетеді, бірақ енді андай ғой. Бұл бизнеске келер алдында мен негізі андай прям бизнес бастайым деп, осыны бастайын деп келген жоқпын да. Мен бұған кәдімгідей білмеймін, бір нечаянно, бір Алланың қалауымен келіп қалдым да. Өзіме андай уходовый косметика іздеп жүрген кезде осыны кезіктіріп қалдым. Содан кейін блогерлардың рекламасынан көріп қалдым. Содан кейін зерттедім, өзім результаттарына кәдімгідей көңілім толғаннан кейін давай мен өзіме алып көрейін деген мақсатта бастап кеттім да. И дальше кетті, солай бастап кеттім. Әркімнің өзінің қалауы ғой, мысалы қыздар үйде отырса да, қайда жүр, жұмыста жүре ма, егер уақыты болып жатса айналыса берсін, онда тұрған не бар деген сияқты ғой. Мен всегда любой неге замын негізі. Мүмкіндік болып тұрса, уақыт жетсе, дұрыс, по идее. Негізі, соны айтса, тойға шығатыным бар. Негізі былай қарасаң, той біз анда иногда не істеп қаламыз, тойға шығатыным бар, негізі тойда біраз ақша бар ғой негізі. Да? Сен осы бала дұрыс айтып отыр, негізі, тойға шығамын. Сондықтан да кейбірлер андай тиіп кетіп жүретіндер бар ғой, анда тойға плотно кірсе, негізі тойда көп ақша бар негізінде. Бір андай бар ғой, мысалы айтады. Енді білмеймін, скептиктер шығар айтатын. Ой, той деген ол халтура, әсіресе актерларға қатысты айтатын. Сендер дейтін, ой, қара шаңырақтың бет күстер актер, актрисаларсыңдар, мына істеп жүргендерің не деген. Естисіңдер ма дейсің ғой? Ондай болады ғой дегенім ғой. Жоқ, енді ол бәрі түсінеді ғой. Той деген қалай ол халтура? Білмеймін. Мен халтура деп есептемеймін, мысалы, тойды. В смысле, жұмысың тұрған кезінде тоймен жүрген халтура ма сонда? Или қалай? Жоқ, андай мысалы, көбінесе біз бұрында жайдарман ойнағанда, біз көп театр актерлары былай қарайтын, жайдарман дейтін не ол дейді. Той дейтін не ол халтура ғой дейді. Біз ойбай театр актерларымыз, біз дейтін ойбай. Жоқ, ол более, мне кажется, тамадаларға кішкене несі бар сияқты. Мысалы, біз тамада емеспіз ғой, сондықтан бізге, жетісіне 2-3 рет, мысалы, тойға барып жатқан жоқпыз ғой, біз арасында бір шығып тұрамыз. Жылына бір рет.
жоқ жоқ андай ғой, просто ол не обязательно тойға сен тамада болып шыққан, главное сен той сферада жүрсің, ол уже сен тойда солай есептеймін. Мен онымен келіспеймін, өйткені мен театр, может мен театр емесім шығар. Просто андай ғой, профессиональный кәдімгі актерлар бар ғой, театрда жұмыс істейтін, оқыған, солар просто андай тоймен кетіп қалса, тоймен кетіп қалса, обидно да. Мысалға 4 жыл бойы оқып, например, академияда, университетте тоймен ғана кетіп қалса, ол обидно да. Вот ол кішкене халтура деп біздің тарапымыздан айтуға болатын сияқты да. Просто андайда жұмысқа кедергісін келтірмей, например, театрда істейме, театрда жұмысқа кедергісін келтірмей барып кету керек та. Ой, андай халтурщик деген атқа өзі апармай, мысалға ответственно болып, мына жақта да реттейтін болса, ол нормально. Жалпы енді хорошо, рахмет. Негізінде өнерде, жалпы театрда, тойда, жалпы қыздардың жүруі қиындау ғой негізі. Көбісі анда айтады ғой, ойбай бұл еркектер жүретін жер, мысалы кейбір ағалар бар бұрындар, кейбір қыздардан да естисің ғой, мен негізі актриса болғым келген, бірақ үйдегілер жібермейді деген сияқты әңгімелер болады. Осы тұрғыда қалай қарайсың, жалпы не айтасыңдар, қиын ба вообще жалпы қыз балаға өнер жолында жүруге негізінде? Енді оны күйеуге шыққаннан кейін көретін шығармыз, пока бойдақпыз, ешқандай кедергі жоқ. Жоқ, настроение түсіретін. Жоқ, енді қалай? Ешқандай кедергі жоқ, мысалы тұрасың, барасың деген сияқты ғой. Көріп отырмын, сендерден соны сұрап отырмын ба? Сендерде ондай бар ма? Сендер бар или жоқ деген сияқты. Сондай қауесет бар ел арасында. Қыз балаға өнер жолы қиын деген. Қауесет бар, қыз балаға өнер жолы қиын дегенде, вот мысалға күйеуге шығу жағынан, жігіт таңдау жағынан кішкене қиындау болады. Бірақ мысалға айтады ғой, өнерде жүрген қыз, ол бұрынғы кезде әсіресе көп андай актриса, там өнердегі қыз десе бір андай дұрыс емес көзқарас. Ол мысалға ойлаймын да, қазір енді ондай қатты жоқ, бірақ кейбіреулер солай ойлайтын шығар, сол ойлайтын көрермендерге айтып кетейін. Әр адам әртүрлі, әр адамның өзінің өмір сүруі бар, мысалға кейбіреудің әркімнің тәрбиесі бар, тәртібі бар деген сияқты, иманы бар деген сияқты. Так что ол өнерде жүрген қыз дұрыс емес деген ол көзқарас, ол мен ойымша мүлде дұрыс емес деп ойлаймын. Сосын жаңағыдай ғой, просто жігіттер жағынан, тарапынан, жігіттердің көзқарасынан кішкене қиындау. Сол. Солай ренжит. Жігіттердің тарапынан дегенде мынау ғой, мысалы, актриса болғаннан кейін түрлі рөлді, түрлі образ сомдайсың ғой, ол жерде. Әртүрлі сценалар болады мысалға. Бәлкім соған... Енді қара бұл жерде былай ғой. Кейбіреулер. Түсінбейтін шығар, но сен мысалы бұл мәселені, мне кажется, күйеуге шыққаннан кейін барып, сол кезде айтып атса нормально. Мысалы, типа, сен жігіт жүріп мысалы да, сен... Ол маған конкретно үйленем дей ма, сол кезде айтып атыр ма? Вот сол кезде ойласуға болады. Да? А так каждый айтып сендер актрисасыңдар ғой, бірдеме, оның каждыйын мысалы мен сөз қалда бермеймін. Мен строй қаражын. Қазір енді жүрсіңдер, спектакльда, мысалы гастрольге де шығасыңдар, көріп жүреміз ғой инстаграмдардан ан жаққа әйтеуір. Ал ертең тұрмысқа шыққаннан кейін андай уже там мынандай үйдің шаруалары бар, жанұяның шаруалары бар деген, сол кезде андай айтады ғой, орысша айтады ғой, ломкилар болмай ма, типа болады ғой, ломки когда начинается же там, чего-то не хватает, бірдемесе жетіспейді. Ондайдан қорықпайсыңдар ма? Типа үй жинау керек, бірақ жүрегіңде спектакль ойнағың келіп тұрады деген секілді. Бір сөз болады. Кім айтты тастайды деп? Жоқ, енді сен мысалы декретке шығасың, тағы да басқа. Мүмкін сен жолдасың андай болады жүр. Жоқ, сен болды, тұрмысқа шықтым, болды, үйде отырасың, жұмыс істемей қой, мен саған өзім ақшаны беріп отырамын, обеспечить отырамын деген сияқты. Болады ғой, по-любому өнер адам болғаннан кейін сахнаны сағынасың, қошемет сағынасың деген сияқты. Ол кезде конкретно таңдау жасау керек болады. Егер мысалға жаңағыдай декретте отырып қалатын, жаңағыдай демалыста отырып қалатын кездер болатын болса, енді конечно сағынасың ғой. Сахнада жүріп қалған адам болғаннан кейін сағынасың, бірақ енді мысалға кейбір актрисалар болады, мен күйеуге тигеннен кейін тастаймын дейтіндер. Бар шығар ондай. Бар шығар бәлкім, білмейміз ғой. Жоқ, енді ол естественно нәрсе ғой. Естественно ғой, иә. Мысалы, мен күйеуім жұмыс істемейсің десе, мен айтамын, да, пожалуйста, маған ақша тауып төлеп отыр. Жоқ, сол айтып отырмын да, бірақ все равно болады андай сахнаға дейтін сағына. Сағыныш жерінде по-любому болады. Или андай ақырындап жыл өте келе басылады да.
или үйде концерт бұл жерде приоритетке байланысты сияқты ғой, мысалы адамның өзінің, мысалы егер оның приоритетінде карьера болса, жаңағы өзінің сол бір жолын қуам десе, онда енді ондай случайлар бар ғой, мысалы бүкіл жаңағы жеке өмірін бүйтіп ысырып тек таза жаңағы карьералық жолды таңдағандар бар. Кейбір кісілер бар, керісінше отбасын таңдайды, ол приоритет сонда тұр. Кейбіреулер бар, бірге алып жүретін. Иә, кейбіреулер бірге алып жүре алады да, мысалы. В общем, обстоятельствоға қараймыз ғой. Мысалы мен, например, не хочу, что... Мысалы сіз дейтін, иә, сен Байболат алдың, иә, сондай бір актриса қыз. Сен енді дейтін, қолын байлап қоймайтын шығарсың. Жоқ, енді все равно андай күшті ғой. Мысалы қарашы, сен мысалы, мен мысалы жұмыстан кейін келем, үйге келіп, үйде жоқ та әйелің, например. Қайдасың дейсің? Мен дайындықтан, біз ойбай біз бүгін премьера қояйық деп жатыр едік, соған дайындығында жүр. А мне жақота, вот мен үйге келдім, тамағым дайын, бәрі дастархан жайылып, дастархан. Жоқ, енді осы жерде бір момент бар, мына жерде бір момент бар. Қара, сен бұл жерде чисто жаңағы актрисалардың өмірін айтып тұрсың ғой, иә? Мысалы, сен әйелің басқа жерде жұмыс істейтін болса, ол по-любому үйде отырып, тамақ істеп күтіп отырады, иә? Сен именно актрисалар жаңағыдай гастрольде жүріп қалған кезде саған қиын да? Мысалы, сен сол жағын айтып тұрсың ғой. Соны айтып тұр да, мен айтып отырмын. Решениесін айтайын деп тұрмын ба? Жоқ, сен сонда театрдан бір қыз алайын деп тұрсың ғой десе. Жоқтан вообще общий айтып отырмын да, сондай да. Мысалы ойлашы, сен әйелің там, сендер гастрольге кеткенде 1-7-ге 10 күнге кетесіңдер ғой, явно, иә, мысалы, иә. Ойлашы, сен келесің. Просто видишь, бұл жерде тағы да еще бір момент бар. Егер жігітпен жүріп, жаңағыдай общаться етіп жүргеннен кейін ол по-любому сен театрда жұмыс істейтініңді біледі. Сен уже сөйлесіп жүрген кезінде сен по-любому бәрін бастан аяқ сөйлесесің, келісесің. Егер ол қабылдайтын болса, қабылдайды, қабылдамайтын болса, онда, енді, короче, в общем, екі жақтан да бір Иә. общение болады ғой, ортақ шешім болады ғой. Просто мысалға болады ғой, мен актрисам, иә, менің интерестерім. Оны қабылдайтын болса, оның бәрін қабылдайтын болса, болды ғой, проблема жоқ қой. Сен күйеуіңе тиетіннің алдында сен онымен сөйлеспей тиіп кетпейсің ғой, сосын тигеннен айтпайсың ғой. Мен осылай театрдың сағынамын, мен барамын жұмысқа деп айтып отырмайсың ғой. Жоқ, андай ғой, просто мен актрисамын, менің интерестерім, менің болашақ тиетін жігітіме, мысалы күйеуіме, болашақ күйеуіме интересно болу керек та. И оның интерестері маған интересно болу керек та. Сол кезде бір-бірімізді дополнять етеміз деп ойлаймын. Отбасылық құндылықтарға келіп тіреліп жатыр ғой, итогы ақырын келе жатыр ғой, мысалы. Үйленейін деп жатыр ғой, просто скоро. Соған шамаландай. Жоқ, просто қарашы, енді біз төртеумізде плюс-минус енді шығармашыл адамдармыз да, біз бір-бірімізді түсініп отырмыз қазір, мысалы. Жаңа сенің дейтін театрмен нені алып жүруің, жаңа болашақ күйеуіңмен келісімде болуың, ол ладно, бізге түсінікті. Өйткені мен мысалы айта аламын, мысалы, допустим, жалпы чисто гипотетически, мысалы Байболат айтады, менде ертең мысалы съемка бар, ертең выступлением бар, там мысал ретінде айтатын болсақ, Байболат қымбатқа айтады, мысалы ертең ойыным бар, жайдарманым бар, выступление, съемкаларым бар, и қымбатта тыңда білетті, ол ертең премьерасы бар, спектакль, гастролі бар деген сияқты. Бұл уже екеуі бір сферада жүргеннен кейін, үйленіп қойдық қой. Бір сферада жүргеннен кейін бұлар түсінеді бір-біріне, мысалы, неге бара алады, компромисске бара алады деген секілді. Бірақ басқа саладан, мысалы, білмеймін, полициядан бола ма, басқа бір мемлекеттік жұмыстан бола ма, басқа бір деген болса, ол кезде по-любому қиын ғой негізі. Ол кезде жаңағы бір шетіне уже шығу керек болатын сияқты. Осы кезде қымбат айтқан, бәлкім өзара келісулер кішкене болмай қалама, келіспей қалама деген сияқты нәрселер ғой. Бізге оңай болып тұр да, біз бәріміз сол салада жүргеннен кейін оңай вообще по жизни келісіп аламыз ғой деп ше. Жоқ, бұл жерде мен мысалы ешқандай актер, өнер адамы, менде ондай отношение болмапты мысалы. Отношение болып бітсін? Жоқ, түсініп, екеуміз бір-бірімізді түсінеміз ғой, жұмысымызды деген сияқты бар ғой, ондай болған жоқ мысалы. Любой басқа жұмыста істесе де, мен мысалы, жаңағындай компромиссқа бара аламын да, мысалы, сөйлесе аламын. Ну, в общем, андай да? Короче, менде ешқандай не жоқ, типа, сен барма, қайда барасың, ондай жоқ. А сен түбегейлі, мысалы, болашақ күйеуің үшін тастап кетесің ба театрды? Үшін ба? Конечно, тастап кете аламын. Мен театр үшін күйеу тастап кетпейтін шығармын, ажырасып кетпейтін шығармын, мысалы. Сіз ше, сен ше? Үндемей қалсың. Театр таңдайсың ау деймін. Кюлайн таңдаймын. Кюлайнға жазылып кетіңдер деп ба? Жоқ, неге енді мысалға мен ол адамды жақсы көріп тұрсам, ол адам мені жақсы көріп тұрса, бір-біріміз үшін бәріне дайын болсақ,
мен тастап кете аламын, мен басқа нәрсе істей жоқ аламын. енді тастайтынның алдында тоже сөйлесесіңдер дайынсыңдар ма дайынсың? Иә, ол мен үшін не нәрсеге дайын. Мен, если мен театрды тастап кететін жағдайда, например, ол мен үшін не нәрсеге дайын. Ол андай, қалай андай, ол да мені жарты жолда тастап кетпей ма деген сияқты. Көп сұрақтар болады ғой енді, ол алдын ала бәрін келісіп аласың. Енді, иә. Басқа нәрселер істеуге болады ғой, мысалға. Театрдан бөлек, мен прям театрсыз өмір сүре алмаймын, ойбай деген менде не жоқ. Бар ғой сонда кейбір адамдар. Енді бар шығар, енді мен ондай емеспін. Бірақ енді театр мен отбасына қатар алып жүру керек болатын болса, мен оны да... Ондай мысалдар бар десей, мысалы, өмірде кәдімгідей, иә? Иә, способный болсаң бәрі бар ғой. Егер үлгерем дейтін болсаң, мысалы, жақсы өнерді тастамай, андай бір болады ғой, кейбір енелер, баланы өзім алып қаламын, сен жұмысқа бара бер, деп бір жағына көмектесіп, андай как подруга жүретін енелер болады ғой. Неге күлет бар десе. Ондай енелер бар, например. Мен мамам сияқты. Иә. Қазір мысалы ене деп айтып жатсың, келін мен ененің арасында қазір андай бөлініп кетті ғой негізі. Келін мен ененің арасы андай болып кетті. Или келін, ене конкретно строгий, кәдімгідей осылай істейді, или андай келінмен бірге тиктокта видео түсіріп жүреді. Сондай не ол тренд болып кетті ғой, иә? Оны өзің істеп аласың ғой, енеңмен общий язык тауып алсаң бітті, тиктогыңда басқасында түсіре бересің ғой. Иә, сол сұрағыңыз, иә. Любой адамның ішінде не болады өзі бір, қалай айтсам болады, ангел болады да, сен соны оятып алуың керексің болды. Ол сен қолыңда, сен по-любому ключін табуың керексің ғой. Сен оны қатан екен деп мен де сөзбе жүрмейсің ғой. Жоқ, енді бар, например, мысалы мен андай ситуациялар бар, например, 10 жыл, 15 жыл тұрады, әлі күнге дейін типа ойбай. Енді мінездері бірдей шығар мысалы олардың да. Андай мысалы таяқтың екінші шеті болып тұр ғой бұл жерде, екінші жағы болып тұр. Мысалы жарайды айтып жатсыздар, театрды, жаңағы кішкене өнерді, мына шығармашылықты тастай тұрам, отбасыға көңіл бөлем деген. Ол дұрыс енді. Жалпы моральдық принциптер жағынан өте дұрыс нәрсе ғой. Өйткені ол енді ұрпағының жалғасы, ана бақыты, әйел бақыты деген. Бірақ андай бар да, ана ішіңде бір Құдай берген қабілетің бір ақырындап ана свечка сияқты өшіп сөйтіп бір күні жоқ болып кетеді да, бірақ ол сенде бар еді да, сен мысалы халықтың алдында сөйлей алатын едің, халықтың алдында қошеметіне бөлене алатын едің деген секілді ғой. Просто андай ғой. Оған мне кажется, я, тастайсың ғой, тастауын тастайсың. Театрды тастай алмай мен түсіндік, сіздердің көзқарастарыңызды түсіндік, қыздар, үлкен рахмет осылай ашылып сөйлеп жатқандарына. Жалпы енді мен тағы да бір қозғағым келетін әңгіме, жалпы айтатын қазір таңда қыздар мен ой көп болып жатыр ғой, енді қыздар мен жігіттер арасында тепе-теңдік болу керек. Сразу осыдан бастамадың ба деген сияқты отыр ғой. Феминизм ба? Иә, жалпы сөзбен айтқанда феминизм деген үлкен қазір актуальный тема болады ғой, өйткені андай анау жаңағы көптеген не болды, жаңа инстаграмда ана қызды ұрып кетті, тағы бір немесе болды. И андай кәдімгі көтеріліп жатыр ғой, феминисткалар мындай болу керек, былай болу керек, бірдей болу керек деген сияқты. Осы тұрғыда ойларың жалпы осы ұғым жайлы, қозғалыс жайлы. Қалай ойлайсыздар, тепе-теңдік болу керек па, или все-таки ер адам бір саты жоғары болу керек? Негізі ер адам бір саты жоғары тұрады, ол Алланың жаратқаны солай да. Просто қазір андай ғой, еркектер андай өзіне ответственность алмайды да. Қазір қоғамда әйелдер қазір бетіп тұр да. Әйелдер бүкіл жаңа айтасыздар ғой, жаңа мысалы сен кью-лайнмен айналысасың ба? Айналыспайсың. Жоқ, ондай емес, ондай мағынада емес. Еркектер әлсіз болып жатыр. Әлсіз болып жатыр. Қалай женская энергияны басып тастап жатыр да еркектер, потому что біз еркектер жасайтын нәрсені өзімізге алып жатырмыз да. Элементарно, ол жоқ, ол мен емес, только жалпы әйелдердің атынан айтып жатырмын да. Элементарно, например, бір отбасыны алатын болсақ, күйеуі айтады, например, күйеуі айтпайды, әйел айтады, жаным, мынау свеча, нет, жаңа лампочканы ауыстыру керек. Иә, лампочканы ауыстыру керек дейді да. Жарайды дейді да, былай телефонда ойнап жатады, например. Сосын екінші рет келіп айтады, ауыстырып жіберші, пожалуйста, деп, иә, например. Жарайды, қазір дейді да, тағы телефонда жатады. Уже үшінші рет айтқысы келмей қалады да, бұл спектакль емес, просто мен өзім.
иә сонымен барады да өзі амал жоқ өзі ауыстырады, потому что жарық керек та, например. Мелочтардан басталады. Мусор төгу керек, например. Бір айтады, екі айтады, үшінші рет айтуы да мүмкін да, сосын уже автоматически бұл істемейді бәрібір дейді да, кетеді. Солай уже феминисттер пайда болып жатыр да. Бұған кінәлі мен ерлер деп білемін да, айталам, потому что ол по факту. Жоқ, мені қазір ерлер қауымы жек көріп кетуі мүмкін, бірақ бұл по факту да, кімге бұлай жек көріп кетіп жатса, значит оған тиіп жатыр, значит ол адамда бар деген сөз да. Пакетімді ұсташ или сумкамды бүйтіп апарып берші деп айтуға андай до того қысылып қалғанбыз да, лучше айтпай қойыңызшы, өзім істей салайыншы деген до того сондай. Шын айтам бар ғой, сондай до того қалыптасып жатыр. Мен өзіммен ол шын, ол жігіттерден де бар ғой, бір жақты кінәлай беруге болмайды ғой негізі. Жоқ, ол андай ғой, мысалы, сөмке туралы айтып жатсың ғой, мысалы айтады ғой, жігіттер отырған жақта. Сөмке ұста деген андай ғой, мысалы, ол жігіттер арасында андай, как тебе сказать, западло деген сияқты ма андай. Мысалы, ол по идее, оказывается, нормальный нәрсе ғой. Мысалы біз есейгелі түсінеміз да, например, нормально. Мысалы, бұрында мен кішкентай кезімде жеңгем келетін, ағаммен үйге келеді, жеңгем қарны бар, аяғы ауырды. Енді бауын байлай алмайды ғой, элементарно, типа ағам байлап жатыр да, мен де андай да, черт под каблук деген сияқты. А сен есейгелі түсінедісің да, типа, ну это нормально, это наоборот, типа, ол еркектігін көрсетіп жатыр, өйткені ішінде соның баласы оқырсың. Короче, мынандай случай, вот, мен пойыздан түстім, такси шақырдым, сосын такси келді да, чемоданымды қойдым да, ол багажникті ашуға түсіп жатыр. Мен барында резко отырып қалдым. Сосын бүйтіп қарап тұрды да, жарайды деп салды. Подъездің алдына келгенде бүйтіп ашты да, алыңыз дейді ғой. Ё-моё деп қаласың ғой. Бүйтіп қалдым, кәдімгідей бар ғой, жарайды дедім. Андай ештеңе емес, жарайды дедім да, алып түсіп кетіп қалдым. Бірақ бір түрлі болып қалдым. Андай низкий поступок та, қыздың алдында сондай нәрсе істеген. Кішкентай чемодан. Иә, еще жеп-жеңіл. Өзің де ала кетсің. Жоқ, енді мүмкін ол ағайдың тәртібі мүмкін бір жағдай болып қалған шығар. Жоқ. Енді ол, білмеймін, онда тұрған не бар деймін да, наоборот, ол көмектескенге сауап алады ғой адам. Жоқ, бір жағынан негізі анау шын жігіттерден де бар кейде ше. Енді мысалы біз дейтін, біз ер азаматпыз, біз бір саты жоғары тұрамыз деген құйып алады да миына ше. Оны басқа мағынада түсінеді. Басқа мағынада түсініп, бір дандайсып кететін моменттер бар ғой, ол жасыратын жоқ. Ол просто соны дейтін, біліп алу керек қой, мысалы, ер адамның өзінің әйелінің алдындағы міндеттері бар, әйел адамның ер алдындағы міндеттері бар. Соны дұрыс ажырата білсе, онда бұндай жағдайлар бәлкім болмайды да шығар. Негізі бар ғой, бір саты жоғары тұрады деген ол қайдан келді? Ол исламнан келді, исламнан келді. Бір саты жоғары тұрады деген. Ол үшін жаңағыдай жауапкершіліктерді білу үшін діни білім болу керек сияқты да, мне кажется. Потому что жаңағы шетелдегі, мысалы, Америкада ондай жоқ қой, еркектер бір саты жоғары тұрады деген понятие жоқ қой. Ол мұсылман елдерде ғана ғой, мысалы, осындай түсінік еркектер әйелдерден бір саты жоғары тұрады деген. И оның специально нелері бар да, например, конкретно еркектер қалай, не үшін бір саты жоғары тұрады, әйелдердің еркектердің алдындағы жауапкершілігі қалай. Мысалға, әйелдің жәннаты ері дейді, например, ердің жәннаты анасы дейді, например. Сондай сияқты нәрселерді білетін болса, ол, мне кажется, сол дұрыс болады да. Ал жаңа феминизм деген соған жеткізіп отырған нәрсе, менің ойымша, сол ерлердің өзінің поступктары. Мен қазір дейтін бір түрлі сендер жақтап атқан сияқты ол тұрмай. Негізі қыздармен келген сияқты. Осы тұрғыда сіз не ойлайсыз? Енді барлығы емес қой оның. Ешқандай неге бар ғой, бір нем жоқ вообще. Адам феминистка да емеспін. Бір андай бір кішкентай мелочь нелерді мысалы проблема қылмаймын негізі. Мусорды лақтырып жібереді. Енді ол арасында болады ғой. Мен ондай феминизмге негізі жатқызып ондай ойлап кетпейінші. Негізі құрметті көрермендер, біз феминисткалар емеспіз. Инстаграмдағы өмір арқылы өмір сүргісі келеді да, типа. Ол инстаграмдағы адам басқа проблемаларын көрсетіп отқан жоқ қой, например. Только әдемі өмірлерін
сондай моменттерді ғана түсіресің. Сөйтіп соны біз көреміз да ойлаймыз, неге бұлай емес, мысалы неге менің күйеуім осындай әркімнің өзінің тағдыры бар ғой. Мысалға мен тура қымбат сияқты өмір сүре алмаймын да, например, қымбат тура мен сияқты өмір сүре алмайды. Маған басқа сынақтар келеді, оған басқа сынақтар келеді, басқа ситуация болады деген сияқты. Мен бір инстаграмнан бір қызды көрдім да, мен жазылған, короче, Астанадағы бір қыз, таныс қыз. Сол бір видеоны салып қойыпты да, бір ер адамның басқаша отношение көрсетіп жатқан рилсті өзіне репост жасапты да, больше мен феминист емеспін деп жазып қойыпты. Вот сондай да, мен соны жеткізгім келді жаңа. Иә, сондай нәрселер енді қамқорлық көрсетіп, точно білмеймін қандай видео екенін білмеймін, бірақ ер адамнан әйел адамға андай бір күшті отношение жасап жатқанын салып қойған да, аяқ киім бауын байлап жатты ма, то ли бір нәрсе. Сондай бір жылулықтан больше мен феминистка емеспін деп салып қойған. То есть опять же мелочьтан басталды ма бұл жаңағы мәселе? Сол мелочьпен ақырындап жоя бастауға болады. Біз үйде мысалы папам столдың басына келместен біз тамақ бастамаймыз мысалы. Ол енді бүкіл жақта ғой. Жоқ, енді ол бұрыннан қалыптасқан тәрбие ғой. Бұл жақта жоқ қой. Папа үйде болса папа тамақ ішеді. Бұрынғы кісілер вообще басқаша болған алдында, даже бір жерде отырасың ғой, үлкен кісілердің әңгімесін тыңдайсың ғой, ойбай біз осылай даже алдына бір әңгіме тыңдап қалдым да, айтады да, біз осылай ойбай бір 78-ші жылы сол боранда жолда тұрқап, сосын бір үйге барып, ол үйде бір жеті жатып, танымаймыз сол кезде дейді да, бір жеті жатып, сол үйде тұрып кәдімгідей машинамызды істегенше, қар тазарып басылғанша, сондай мен ойлаймын да, бұрынғы адамдардың да сондай көңілдері де қандай болғанда, например, ойлашы сен қазір сен бір үйге болсаң бір 2-3 сағат отырасың да, уже бір түрлі болып үйге кетіп қалдың, бір түрлі отырасың. Адамдардың пейілі, ниеті өзгерген. Онда постель кір болып қалады, или там постель жетпейді, ана бір немесе дейді, вообще ондай ой жоқ. Негізі қазақта құдай қонақ дегенге қатты қараған ғой, сосын қонақ келсе құт бірге келеді, несібе бірге келеді, әркімнің өзінің несібесі бар деп айтады ғой. Менің ойымша жеке пікірім, бұрын неге сондай болды, мысалы кең пейілді, себебі кең далада тұрды да қазақ. Кең жайлауда киіз үйді әр жерге шашып тастаған, и сол менталитет қалыптасып біздің жаңа аталарымызда, әжелерімізде қалды ғой, соны көріп өсті. Ал біз қазір не істедік? Біз қазір қалаға көштік та, тұрып жатқан жеріміз жаңа 4 бұрыш қой, 4 қабырға. Иә, енді жаңа далаң қандай дархан болса, пейілің де сондай болды да. Қазір енді қалаға көшкеннен кейін 4 қабырған қандай болса, пейілің де бәлкім соған қарай келген шығар деп ойлаймын енді. Мүмкін ол да мысалы табиғи заңдылық бірдеңке ойнайтын шығар деп ойлаймын да. Мысалы жаңа қонақ деп айтып кеттік қой. Баста сен де зәуре өзің айттың ғой, қызылордалық, оңтүстіктен келдім. Негізі оңтүстік енді қонақ күту дегенде алдынан жан салмайды ғой. Негізі бәрі айтады ғой, ойбай Шымкентке барсаң осы ойбай аузға пловты күректен салады деген. Жоқ, жалпы дейді енді оңтүстік қой бәрі. Қызылорда. Иә, Қызылорда. Жалпы енді біз жақта да солтүстік дегенде енді бізде Көкшетау бәрі кіреді ғой, сол сияқты ғой. Мысалы оңтүстікте қонақ күту үшін бөлек қой негізі де. Бар ма айырмашылық байқадың ба негізі? Негізі Қостанай мен біздің Қызылорда, Қазалы негізі ұқсайды торғайлықтармен. Енді қатты айырмашылық көрген жоқпын. Айырмашылық көрдім, бізде табақты ерлер емес, келіндер алады. Келіндер сәлем береді, сосын алады, сол бата беріп, сондай да, бата алу мақсатында келіндер алады. Негізі жаңа айтып жатсың ғой, келіндер бізде табақты алып кетеді. Бізде де сондай бір не болып қалған, кішкене недопонимание болып қалған. В общем, бізде үйге қонақ шақырдық, тоже 50-60 адам болды. Үйге шақырдық, жаңағы тамақ ішіп жатыр да бәрі. И мен жаңағы бір тәтем бар, атын айтпай қояйын. Тәтем бар, оның келіні тоже оңтүстіктің қызы. И папамның үлкен ағасы бар, оның да әйелі оңтүстіктікі да. Не олар сол жаққа қонаққа көп барады да, и жаңағы табақты алайын деп жатсақ, енді біз жақта ерлер алады ғой обычно. И тоқта дейді, не болып қалды десем, давайте келіндер келіп алыңдар, бата алыңдар дейді, былай сәлем беріп кетіңдер дейді ғой енді.
сосын мен енді кішкене кезімде ол кісілер сөйлеген үндемейтін негізі, бірақ сосын мен айттым, андағылардың дұрыс емес дедім. Мен айттым, әр жақтың типа салттары басқа, иттері қара қасқа деп тек айтпаған ғой, олай болмайды. Көр біз жақта, біз ол жақта, мен есімді 30 жыл білемін, 30 жылда біз алып жүрдік, есендер бір жақтан, типа ан жақтан көріп. Жаман үйді қонағы білді. Иә, ан жақтан көріп келіп, мына жаққа зачем ол жаққа барасыңдар, пожалуйста, солай істеңдер де сияқты. Сондықтан да сондай недопониманиялар иногда болып қалады, иә, мысалы оңтүстік пен жаңа солтүстік деген сияқты. Енді мен мысалы бірінші рет көргенде кәдімгідей шок болдым, қалай енді мен шынымен мен сондай көріп өстім, иә, например, иә. Сосын мен айттым, олай болмайды, ата сендер ан жақтан барасыңдар ма оңтүстікке, пожалуйста, сол жақта екі келін келіп ала ма, үшеу талпой ала ма, өздерің білесіңдер дедім. Біз жақта ер адам алады, біздің үйде де солай болады. Жоқ, мен олай не істеп жатқан жоқ, просто какис айтып жатырмын. Сонда қайсысы дұрыс екен негізі? Негізі, конечно, ол өзінікін айтады, біз өзіміздің айтамыз. Ел алған дұрыс қой. Не үшін? Жоқ, сіздерде мысалы не мақсатпен алады ерлер, мен соны түсінбеймін. Біздікі логично да, потому что етті асады, сосын жеп болды, батасын алады да, бақытты ол дейді да, сәлем береді да, сосын алып кетеді. Ол бата беріп жатыр, кәдімгі бақыт тілеп жатыр да, например. Өйткені ол дайындады да, әйелдер, келіндер дайындады да, логично да. Мына жерде не мақсатпен? Қымбатжан түсіндіріп жүр. Не мақсат? Жоқ, енді біздер балалар алады, үйдегі ұлдар алады. Олар да бата алу үшін алады, ол басқа не үшін алады? Жоқ, мысалға қараңыздар. Нет, өркенің өссің, үлкен азамат бол деп. Жоқ, мысалға үйдің азаматы деп. Қолға су құю бар ма сіздерде? Иә. Вот, мысалға ерлер қолға су құяды, әйелдер табақ алады. Сол кезде екеуіне де бата беріледі да. Асында, мысалы, не қолға су құймайды, не табақ алып кетпейді ол кісілерге. Сіз негізі батаның мақсаты ол андай ғой, мысалы тамақтың соңында сол үйге, сол шаңыраққа, сол жерге бата береді. Жоқ, ол отдельный тема ғой. Жоқ, енді мысалы қарашы, сен по-любому сен өзінікін айтасың, потому что сен көзің ашқалы сол нәрсені көріп, жоқ, енді иә, неге ер адам өйткені ол бас табақ, ет, ол андай үлкен күрделі нәрседе, даже ет. Қалай ойлайсыздар? Олар мен сияқты ойлайды. Оңтүстікке ең бірінші барғанда осылай бір үйге кіріп келеміз. Шымкент, Түркістан, Қызылордаға бардық. Келіндер кетті, бізге сәлем салды да, типа, сәлем берді дейді да. Емес андай болып жүрді да, сәлематсыз ба деп жүрдік та. Ақаз, типа, андай айтты, айналайын, ұлды бол, бақытты бол деп айту керек екен да. Біз енді үйреніп қаламыз ғой, сәлематсыз ба деп ары қарай жүріп кете бересің да. Негізі көп екен, мысалы мен батыс жақ бар, бірлі той басқардық. Оларда 8-9-да басталады да той. Оларда, например, бірінші столға ет алып келмейді. Бірінші столға біздің второй бар ғой, соны алып келеді, сосын 11-ге қарай тек қана етті алып келеді. Неге өйтесіңдер десем, чтоб адамдар тарап кетпесін, өйткені ет деген ол басты тағам дейді да, содан жеп кетсін деген. Сорпа беретін бар ғой. Иә, мысалы, мен жақында үйдегілерімде барып келдік, оңтүстікке тойға, Қызылордаға, Шиелі дейтін жаққа. Айтады да, тоже той 9-да басталады дейді да, антрак жоқ дейді да, 3-4 сағат бойы дастарханда отыра бересің дейді да. Не деген сұмдық ол? Біраз негізі күшті әңгімелер айттық, енді қыздар сендердің бастарың болсын, е? Жалпы енді болашақта өздерінің қастарында қандай ер азаматты көресіңдер. Қызық қой, енді мүмкін бір өшерін көріп қалып айтады. По идее, я подхожу деген сияқты. Енді способный, веселый, самое главное болса, еңбекқор. Сосын решительный болса, самое главное решительный. Сондай болу керек қой. Болды? Болды. Қалған өзім не тұғамын. Қайсылардың бәрін бұрап келтіре аламын. Молодец. Самое главное адам болу керек қой. Енді айта береміз ғой, көп қасиеттер просто андай ғой. Сен жан дүниең сезу керек та, ол адамды жан дүниеңмен жақсы көру керексің. Ол адамда солай болу керек. Сосын қалай тағы әйелдер сыйлайтын, ата-анасын сыйлайтын, менің ата-анамды сыйлайтын, сондай адам болу керек та. Сосын бой ұзын болу керек. Бұл жерде бір момент бар. Мысалы, сен айтасың осылай, осындай болсын. На самом деле, біреумен общаться етіп жүрсең, екеуің бір-біріңнен ұнап қалдыңдар ма, сен оның решительный ма, решительный емес па, олар уже түсіп қалады да, но
сондай болу үшін уже оның да сенің де жаңағы әңгімелесіп отқан кезде мысалы сен біліп аласың ғой уже қандай адам. Иә, сосын сен решительный емес екен деп кішкене ойласасың ғой. Но сен жақсы көріп тұрсың. Сен де ақымақ емессің ғой мысалы. Жай барып кетіп сразу ұнатып қалып нетпейсің ғой. Сен по-любому қарайсың оған. Мысалы, иә, жақсы көріп тұрған адам еш нәрсеге қарамайды дейді. Но мен де андай бір ақымақ емеспін да. Түк бір прям бір қолдан ештеңе келмейтін бір неге барып енді отырмаймын ғой, иә. Сондай. Сондықтан жақсы көрген адам просто жақсы көру керек та. Сен жақсы көрсең, оның жаңағы решительностың да, басқасы да ол өзінен өзі шығады да. Мотиватор болу керексің ғой да. Бір-біріңе мотиватор болу керексің. Это тоже хороший вариант. Енді бір момент бар. Сондай мысалы мен солай ойлаймын. Жаңағыдай айтып жатыр ғой, жақсы кездескен адам жақсы көріп қалсаң, сен оның қасиеттеріне қарамайсың деп. Бірақ сен мысалға Алла тағалаға заказ бересің десең де, шынымен ғой, мысалға осындай қасиет, иә, осындай дұғаларыңа қоссаң, осындай қасиеттегі адам берші десең, ол қабыл болады ғой, например, да. Сондай адам кездеседі ғой. Сол үшін ол ниетке тоже солай байланысты да. Бірақ мен өзім ойлаймын да, мысалы, айтып жатсыңдар, решительность андайым да, ол андай да, мысалы, сен бір ойын ойнағанда, сен бірінші турда бастағанда, сенің там бір-екі күштерің аз болып тұрады да, ал сен, например, уже тур өткен сайын, жаңағы күштерің көбейеді да, левелдарың көбейеді. Это, мне кажется, ер адамда да сондай сияқты да, типа, басында у него, может, там чуть-чуть решительности не хватает, бірақ ертең уже 4 жылдан кейін ол уже все қарайсың, оказывается. Ол андай ғой, дамуды ізденісте жүретін адамдар. Қасындағы партнерға да байланысты да. Постоянно өзіне рефлексия жасап отыру керек қой, например, да. Мысалы, 2 жыл тұрдың ба, давай рефлексия істейік. Мынау бізде дұрыс болған жоқ, давай мынаны поправим. Мынаны подтян, сонда мынау келіп өзіне жақындайды деген сияқты. Сондай болу керек деп ойлаймын негізінде. Өйткені қазіргі жастар шынымен де енді бұрынғы біздің әкелеріміз айтатын еді, ойбай мен бір көріп қалдым, москвичқа отырдық, бастық, ана москвич сынып қалды, енді ондай жоқ қой, қазір енді кішкене басың бар, решительныйсың да, аны қарайсың. Но мне кажется, ол иногда тоже кері роль беретін сияқты, қандай. Көп ойланып кетесің да, мен мына жігітке тисем так андай болып кетеді ол. И жоқ, мен оған тимеймін, давай лучше мен деген сияқты. Есепке кетіп қаласың ғой ары қарай уже. Ол екі адам андай ғой. Мысалы, пазл бар ғой негізі біз білетін. Сол пазлдың бөлшектері де екеуі де. Бір бөлшегі мына кісіде, екінші бөлшегі мына кісіде. И ол өмір бойы ақырындап құралатын нәрсе де. Ол ешкім мысалы идеальный болып, мен міне осы қыз, мен іздеген қыз деген ондай понять жоқ, болмаса мен осы іздеген жігіт деген. Ол жолықты ма, ол бір-бірін, яғни кемшілігін, бір-бірінің артықшылығын қабылдау арқылы, бір-бірін тәрбиелеу арқылы, бір-бірін үйрету арқылы, сөйтіп менің ойымша құралатын секілді. Енді ол мысал ретінде біздің ата-аналарымызды айтуға болады. Ол кісілер де мысалы қаншама қиындықты өткізді, оның 90-шы жылдар бар, ол айтпаса түсінікті. Одан кейінгі біздің жаңа папаларымыздың бұлықтығы бар десе. Кейбір қылықтары бар деген секілді. Оның барлығын өтіп, сөйтіп, бір-бірін түсініп, бір-біріне үйреніп, сөйтіп ақырындап жаңағы пазл құрылды ғой. Енді сол пазлды шашып алмай бізге құру аманаты келіп тұрды. Лего дейсің. Иә, сол секілді. Мен білмеймін, үйленген кісілер, может, солай екенін айтатын шығар. Өйткені сразу идеально осы менің жарым деп айта алмайсың. Менің ойымша сол. Жалпы қыздар, подкастқа келгендеріне рахмет. Құрметті достар, сіздерге көп-көп рахмет. Біздің каналға жазылыңыздар, комментарийларыңызды қалдырыңыздар. Не дұрыс, не бұрыс, не ұнады, не ұнамады, барлығын жазыңыздар. Өйткені сіздердің әрбір айтқан пікірлеріңіз бізге маңызды, солай түзелеміз. Сондықтан бәріміз белсенді түрде осы Қостанайдағы алғашқы қазақша подкастты одан әрі биіктетіп, шарықтатуға, атсалысуға шақырамын. Сау болыңыздар.